Ассаламу алейкум, баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен дастарханға двухсторонний ранер тігіп үйренетін боламыз, е. Енді оны бірінші сіздерге қағазға сызып көрсетемін, е. Мына менде мысал үшін матамның ұзындығы, менде столымның ұзындығы 3,5 метр. Мен оған 4,5 метр дак матасын алдым. Дак матасының өзінің жалпы ұзындығы 1,80, то есть ені 1,80. Мен 2,30 қылып қиып алдым. 2,30 қылып қиып алдым. Тігісіне кетеді. Сонда маған где-то 30 сантиметрі жаңағы салбырап тұрғанына кетеді. Үшім солай. Енді мысал үшін мына жер жалпы мына матасы бізде екі бүктеліп тұрады, так мата. Жалпы барлық матаны алған кезде ортасынан өзі екі бүктеліп тұрады. Барлық ұзындығы 1,80, ал менде 2-де бүктеліп тұрған күйінде 95 сантиметр. Міне мына жерде менде згиб мата өзі бүктеліп тұрады, сатып алған бойда, е. Енді мен осы жерден 50 сантиметрді өлшеп аламын. Мінекей бұлай, менде 50 сантиметр. 50 сантиметр, мына жағымда 50 сантиметр. Мына жерімде 2,30, мына жақта да 2,30. Енді қалған жағын мен бұлай қарай не істеймін? Салфетка қиып тастаймын. Бұл жақта менде екі қабаттан менде 40 сантиметрден шықты. 40 сантиметр, 40 сантиметр, мына жақ 40 сантиметр, мына жақ 40 сантиметр. Бәрін осылай қиып аламын. Яғни екі қабаттан болғанда менде 10 салфетка шықты. Менде екі түсті, двухсторонний айттым. Екі бетінде қолдана беретіндей қылып тігемін. Және матаны сіз целый, мысалы үшін 3,5 метр столға мен 4,5 метр алдым, е. Сіз целый 4,5 метрді де жаңағындай кеспей алсаңыз да болады, бірақ оған расход көбірек кетеді, е. Ал мен осылай жартысын алдым да, оны қазір ортасынан жалғаймын. Например, мен мына 50 сантиметрді қиып алам, мына ізгеп жақты да қиып тастаймын. Бұл жақ уже не болмайды, е. Соны тағы 2-ге бүктеймін. Яғни 25 сантиметрден тағы да ізгеп жасаймын мына жерден. Содан кейін барып, осы 2 бүктеледі ғой. Сол кезде мен бұны мына жағынан, астында жазу жоқ жағында көрсетейінші, 2-ге бүктедім матамды, е. 30 сантиметр белгілеймін мына жерден. Және соны бұлай қиямын. Сонда ашылған кезде менде бұлай не болады? Үш бұрышты болып шығады. Соны мен бүктеп 30 сантиметрді қиып алам. Ол үшін бізге дак матасы қажет. Мен 3,5 метр столға 4,5 метр мата алдым. Яғни екі түсінен алдым. Бірінші түсі осы. Және де бізге оған қосымша сантиметровый лентамыз керек. Және қайшы борымыз керек болады. И мен ұзын осындай линейка метрді де алдым. Енді бізге осы ең бірінші матамызды жуып үтіктеп аламыз, е. Егер жуып үтіктелмеген жағдайда үтіктеп аламыз тек қана, е. Содан кейінгі бізде мына шетіндегі кромкасын қиып тастау керек. Қазір осылай. Мен екі қабаттың бірге алып қиямын. Екі матаны да үтіктеймін. Осылай кромкасын қиып аламын. Міне қыздар, мен кромкасын қиып алдым. Кромкасы ол шетіндегі жаңа тесігі бар шеті, е. Енді мен мына былай ашқанда бұл матаның ені өзі 1,80. Менде ұзындығы жаңа айттым, 2,25. Енді осы мына жағын біз қиып алдық. Енді мына бүктелген шетін аударып аламын, маған сіздерге видеоға түсіру үшін. Мына жақта бізде згиб уже, бүктеліп тұр. Қыздар, міне менде енді
бұл ізгеп жағы, я. Мен енді осы жерде 50 сантиметрді өлшеп шығам. Осы 2,25 ұзындық бойынша барлық жерден 50 сантиметрді өлшеп шығамын. Міне өлшеп шықтық. Енді осы сызықтардың бәрін қосып бірге сызып шығамыз. Міне осылай өлшеп алдық. Енді қалған жағын мен салфеткаға өлшеп шығамын. Яғни менде бұл жақ 45 сантиметр болды. Мінекей 45. Значит, былай да 45 өлшеймін. Былай да 45 өлшеймін. Және осылардың басын қосып сызып шығамын. Мінекей. Енді қалған жақтарының бәрін до конца солай 45-те 45 етіп өлшеп сызып шығамыз. Қыздар, міне мен сызып алдым. Менде мына жақта 1 салфетка, 2 салфетка, 3 салфетка, 4 салфетка и мына жақта 5-шісі шықты. Кішкене ғана артылып қалды. 5-еуі 2 қабаттан 10 салфетка және 1 ранер. Менде 2,25-тен кішкене артық екен. Міне мен ұзындық бойына қойып қойдым метрімді. Мына жерге дейін міне 1,5 метр. Енді осыдан былай қарай темір линейкамды қояйын. Осыдан былай қарай менде мінекей 80, 1,5-ға 80, 1,5-ға 80, менде 2,30, яғни тігісіне мен артығымен көбірек алдым. Енді осылардың бәрін қиып аламыз. Менде ізгеп жағы, мына жағы, мына қараңыз. Бүктеліп тұрған, 2 бүктеліп тұрған жағы, мына жағы менде жағы салфеткаға қиылған ашылатын жағы. Мінекей, мен 50 сантиметр етіп қиып алдым. Мінекей, сіздерге көрсетейін қазір. Мінекей, 50 сантиметр мына жерге дейін қиып алдым. Міне 50 сантиметрден сызып алдым ұзыннан. Ал ұзындығын тағы көрсетейін қазір. Ұзындығы мінекей 1,5, мінекей мына жер. Мінекей ұзындығы 1,5, мінекейіңіз 1,5 плюс мына жақтан 80 сантиметр алдым. Мінекей 80 сантиметр. Бұлай менде уже салфеткалар. Бұлардың да ұзындықтары 45 сантиметрден 5-еуі шықты менде. Мінекей бұларды да көрсетейін сіздерге. Мінекей бұлайынан 45. Мына жағынан да 45. Мінекей. Мына жағынан да бұлай қарай 45. Осылай бәрін өлшеп алдым 45-45-тен. Мінекей. Кейінгіміз де 45. Бұлай қарай да 45. Мінекей. Осылай менде 5-еуі шықты, яғни 2 қабаттағанда ол менде болады 13-түк салфетка. Менде двухсторонный қалған, менде негізі 12 орындыққа заказ болған.
12 салфетка, қалған екеуін келесі түстен қосып, өзі ранерді қай түсті ұстайды, қай бетін қолданады, сол екінші түсінен де 2 салфетканы қолданатын болады. Міне енді осыларды қиып аламыз. Мынау ізгеп жақты да қиып ажыратып аламыз, өйткені бұның бір жағын жалғаймыз біз. Қиған кезде қайшыны көтермейміз, яғни столымызға тиіп тұруы қажет. Міне менде сразу 2 салфетка дайын болады. Қыздар, міне мен қиып алдым 50 сантиметр етіп, міне мына жағымды әлі қиған жоқпын. Енді осыны мен 2-ге бүктеймін. Қараңыз. 2-ге бүктеймін. Яғни біздің ранеріміздің 2 жақ шеті 3 бұрыш болып дастарханымызда түсіп тұрады, 3 бұрыш жағы. Соны қиып аламын. Міне мен 2-ге бүктедім. Енді мына жақтан, мына бүктеп қойған жағымнан 30 сантиметр өлшемін. Мінекей 30 сантиметр өлшедім. Енді осыны мына бұрышқа әкеп сызамын. Онда әкеп сызамын да. Осы жерді қиып алып тастаймын. Және мен ұшына кішкене бақыраманың несін қоямын, оны тігу барысында көрсететін боламын. Сонда біздің дастарханымыздың ұшы осындай 3 бұрыш болып әдемі болып тұратын болады. Қазір енді мынаның бәрін былай қиып шығатын боламын. Осылай. Екінші матаны да тура осылай қиып шығасыздар, Қыздар, міне менде матам, дак матасы. Мына шетіндегі кромкасын қазір қиып тастаймыз. Ар жақта менде ізгеп, мысалы үшін 2 бүктеліп тұр менде. Енді мен мына жақтан 50 сантиметр етіп сызып алдым. Міне сызығым, көк түспен мелімді, көк түс болған соң, мінекей сызық. 50 сантиметр қылып қиып алдым. Сызып алдым. Мына жақтан менде 40 сантиметр қалды. 40-та 40 етіп, мына қалған ұзындық бойынша өлшейміз, Мысалы үшін менде мына жерге дейін қалғаны 40 сантиметр, значит, енінде 40 сантиметр етіп, 40-та 40 етіп қиып алдым. Менде 1, 2, 3, 4, 5, 6 салфетка шықты. Бұл 6-ауын 2 қабаттан болғанда, мінекей менде 2 қабаттан 6-ауым 12 салфетка шықты. Матам кішкене артық екен, 12-сіне де кішкене артығырақ кетті менде. Ұзындығын 2-де 30 алдым. Енді осыны қиып аламыз. Ең алдымен мен сразу сызып дайындап алдым, видеоны ұзартпау үшін. Қазір кромкасын қиып алатын боламын. Кромка мына шетіндегі тесік жеріміз. Матаны да негізінде жуып, үтіктеп алған дұрыс, ең бірінші қолданбай тұрып, хотя бы жумасаңыз да үтіктеп алған дұрыс. 2 қабатын бірден қиып жатырмын.
осылай шетін қиып аласыздар. Міне қыздар, кромкасын қиып алдым ұзыннан бәрін. Енді мына ортадан згиптен бері қарай мен 50 сантиметр сызып, ортасынан бәрін сызып алдым. Соны және 40-та 40 етіп сызған салфеткаларымды да қиып аламын. Енді сіздерге сантиметрмен де көрсетіп жіберейін. Мінекей былай қарай менде. Былай қарай міне ортадағы сызығымнан былай қарай 40 сантиметр. Мінекей 40 сантиметр. Мінекей 40 сантиметр. Былай қарайда салфеткаларымның өлшемі міне мына аяқтағы сызығым мынау. Былай қарай 40, тоже 40 сантиметр. Мінекей. Осылай салфеткаларымды өлшеп алдым және арғы згиптен бері қарай міне 50 сантиметр етіп сызып алдым. Ой, жылжып кетті. Мінекей 50 сантиметр. Енді былай қарай ұзындығым мына жерде менде кішкене ары қарай артық матам. Былай қарай 1,5. Қазір мен қойып алайын, сосын тағы видеода көрсетем. Мінекей былайынан менде ұзынынан мына метріміз 1,5 плюс мына темірнені қойып қойдым. Бұл бізде 80 сантиметр. Яғни бәрі 2-де 30-да 50 изгиб жақтан. А мына ашық жағынан, кромка жағынан мен салфеткаға мінекей 40-та 40 етіп 40-та 40 етіп мінекей 40, былай қарайда 40. Оны уже көрсеттім. Осылай сызып алдым. Енді осының бәрін қиып шығамыз. Қыздар, қиған кезде қайшыны көтеріп алмаймыз, столымызда тиіп тұру керек. Енді салфеткаларымызды қиып шығам. Шай. Мына қыздар, 2 қабаттағанда менде 2-ден шықты. 1, 2, 3, 4, 5, 6 салфетка. 40-та 40-тан 12 штук, яғни 2-ден есептегенде. Енді мына раннерімізді аламыз да осылай 2 бүктейміз. Мен әлі згиб жақты кескен жоқпын, оны кесіп аламыз орында. Мінекей осылай бүктедім. Енді мына жақтан 30 сантиметр өлшеп аламын. Қыздар, менде мынау згиб тұрған жағым, мінекей. Мына жағым ашық жағы. Енді осыны 2-ге бүктеймін. Мінекей 2-ге бүктеймін тағы да. Мынау згиб жақта әлі кескен жоқпын, қазір кесе саламыз, оның түк қиындығы жоқ. Мінекей 2 бүктедім. Енді 30 сантиметр өлшейміз мына жақтан. Қараңыз, 30 сантиметр жоғары қарай өлшедім. Мінекей белгілеп алдым 30 сантиметрді. Сіздерге көріп тұр ма? Мінекей 30 сантиметрді белгіледім. Енді осыдан бұрыш жасап сызамын. Мына бұрышқа қарай сызамын. Мына менің 30 сантиметр белгілеген жерім және мына бұрышым. Екеуін қосып сызамын. Ашық жағынан сыздым қыздар, бүктеген жақтан сызып қойып
шығамыз. Қиып шығамыз да, екінші жағын біз бір-біріне жалғап тігетін боламыз. Яғни бір жағын үш бұрыштадық, бір жағын бір-біріне жалғап тігеміз. Сонда бізге целый 4,5 метр матаны алып жүруге тура келмейді. Осылай қиып шығамыз. Қыздар, мына біздің ранеріміз, мен екі бүктеп қойдым. Жаңағы бір жағын біз үш бұрыш етіп қидық, Енді екінші жағын қазір теріс бетін, оң бетін қаратамыз да, осы екінші жағын бір-біріне жалғап тігіп шығамыз. Яғни екінші матаны да тура осылай аласыздар, жуасыздар, үтіктейсіздер, кромкасын қиясыздар. Содан кейін сгиб жақтан 50 сантиметр өлшеп, ұзындық қанша сізге керек, сол ұзындықты өлшеп, жаңағы қиып аласыздар, сосын қалған жағынан сізде ұзындық бойынша қанша сантиметр қалады, қалған сантиметрін жаңағы салфетка жасайсыздар, сол сантиметрдің енімде биіктігінде бірдей қылып салфетка қиып аласыздар. Менің жағдайымда 6 шықты, екінші матамнан 5 ғана шықты, яғни 10 штук қана шықты. Мына матадан 12 штук шықты. Екінші матаны да дәл осылай қиып аласыздар. Қыздар, міне мендегі екінші матам 50 сантиметр етіп, үшін үш бұрыштап, міне бір жағын үш бұрыштадым. Екінші жағын енді қазір бір-біріне жаңағы оң бетін қаратып, бір-біріне тігетін боламыз. Міне қыздар, мен оң беттеріне қаратып, ине қыстырып алдым. Енді осы жерін тігетін боламыз. 1 сантиметр етіп тігіп, оны тігісті екіге айырып, екіге қаратып үтіктеп аламыз. Тігіп екіге айырып үтіктеп алдым. Енді осының екі бетін, оң беттеріне қаратамыз да, инемен шаншып айналдыра көктеп аламыз қазір. Қараңыздар қыздар, ең бірінші осы жалғаған екі жерімізді бірдей қылып тура бір-бірінің үстіне қойып қыстырып аламыз инемен. Дәл осылай екінші жағында жасап аламыз. Тура бір-бірінің үстіне келу керек. Мінекей, туралап бір-бірінің үстіне қойып, осы екі жерді бірінші қыстырып аламыз. Содан кейін енді айналдыра екі шетінен қыстырып шығамыз. Жылжып кетпеу үшін инемен көктеп аламыз. Содан кейін осыны шетінен 1 сантиметр қалдырып тігіп шығатын боламыз. Тіккен кезде де бәрін тігіп тастамаймыз. Осы мына ортасынан где-то 10 сантиметрдей, 15 сантиметрдей осылай қалдырамыз. 10-15 сантиметрдей қалдырамыз. Содан тағы да осылай бір 20 сантиметрдей, 15 сантиметр жеткілікті негізінде. Тігістің тура түбінен қалдырып қоймаймыз. Кішкене 10 сантиметрдей беріп жүреміз де, осылай 15 сантиметрдей қалдырамыз да, қалған жердің бәрін айналдыра осы жерге дейін тігіп келетін боламыз. Қыздар, инені түйреп, барлық жеріне түйреп, қыстырып, көктеп алдық. Енді қазір ортасынан бастап тігуді бастаймыз. Міне мына ортадан кішкене қалдырам. Мен примерно осы тұстан осыны қалдырып кетем. Примерно осы тұсты да қалдырам. Осы тұстан бастап айналдырып тігіп келемін де, осы жерге дейін тігемін. Мына бір жерді қалдырып кетемін. Мынадан кішкене үлкендеу етіп қалдырамын.
бұрышына келгенде жай ғана бұрылыс жасаймыз, иә. Байқасаңыздар, мен енелерді алып атқан жоқпын. Енді мына жерде мен осылай, қыздар, менде осындай астатық бахромалар бар. Осы жерден мен қиып аламын. Осылай қиып алам. Осыны мына жағын қиып тастаймын. Осы жері тез алынып кетеді сонда. Тастаймын. Енді ұзарды, иә. Енді осыны кішкене орап, мынаның іш жағына қарай жіберем. Сонда мына жігіміз ұзындау болса, моншақтары тігісімізге ондай қатты кедергі жасамайды. Тура ортаға түсу керек. Жақсылап закреп қылып тастаймыз. Енді осыны мына байқасаңыздар, мен мына 2-де 1 деген линиямен алып отырмын. Сол линиядан енді былай қарай кетеміз. Сонда бахромамызды бірге тігіп жібердік. Мінекей бұрышқа келдік. Тағы да аламын екінші бахромамды.
осылай бір шетін тартсам жіптері шығады. Енді осыны осылай бірде етіп теңестіріп аламын ұштарын. Енді инемізді алып тастаймын да ішіне қарай жіберемін. Жасаймыз осы бақырам біткен жерді. Мына жерден қазір тағы кішкене қылайын. Міне осынша жерді қалдырдым. Мына жеріміз ашық қалды міне. Осы жерді қыздар енді аударамыз жаңағы тесіктен, бірақ былай ұшынан мынандай бұрыштарымыздың кішкене кесіп тастаймыз. Осылай бұрыштарынан алып тастаймыз. Екі жақ шетінен де. Содан аударамыз, бұрыштарын жақсылап шығарып аударамыз. Қыздар, аударып алдық. Енді осы жерімізді потайной шовпен қолмен тіліп шығамыз өзіміз, ине жіппен. Қыздар, мына раннеріміз почти дайын. Мен үтіктеп алдым уже кішкене, но әлі де басу керек сияқты. Екінші жағы осындай болып шықты. Әдемі осындай раннеріміз почти дайын. Енді бізге мына шеттерінен айналдыра 2 сантиметр қалдырып, 2,5 сантиметр қалдырып, айналдыра бәрін бір қатар тігіп шығуымыз керек. Тек сол. Бірінші бұлай параллельно екінші жағын 0,5 етіп екі қайырып. Содан енді мына екі шетін 0,5 етіп қайырып тігіп шығамыз мына бірінші параллельно екі жағын, одан кейін параллельно екі жағын тігеміз осылай. Бүткіл салфетканы осылай тігіп шығамыз өзіміз. Міне осылай 0,5 етіп қайырамыз да. Закрепка беруді ұмытпаймыз.
артық жіптерді кесіп тастаймыз. Артық жіптерін кесіп тастаймыз. Енді параллельно екінші жағын тігеміз. Осылай тігіп шығамыз, қыздар.